Мәмс бойынша 5 айлық баланың тісін қаңғұрттан емдеген екен. 5 айында әлі тісі шықпаған баланың тісін қалай қаңғұрттан емдеуге болады? Мәмс бойынша енгізілген қаржыландыру жүйесінің өзі артық қызмет көрсету мен қосып жазуға итермелейді. Себебі қаражат әр емделген жағдай үшін емес, әр қызмет үшін төленеді бүгінгі күні. Тағы бір дәлел. Бұрын остеохондрозды рентгенсіз де анықтайтын, енді жарайды, одан кейін рентген шықты, дұрыс, рентген қолданады. Бірақ енді қазір қарайтын болсақ, остеохондрозды анықтау үшін бір науқасқа рентген, одан кейін компьютерлік томография, ол қалғанда МРТ, одан кейін басқа талдаулар жүргізіледі. Көбінесе. Неге? Өйткені бұның барлығы ақша табудың жақшаның ішінде заңды жолы. Себебі айтпаса да түсінікті, неғұрлым көп қызмет көрсетілсе, клиника соғұрлым көп пайда табады. Осындай бейберекетсіздік біреуге тиімді болып отырма дегенде де әрине ой бізді мазалайды.